Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 7 шілдедегі заңына сәйкес жеке тұлғалардың ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда болу ережелерімен таныстырамын. Жеке тұлғалар ұлттық табиғи парк аумағына ғылыми, экологиялық ағарту, туристік, рекреация және шектеулі шаруашылық мақсатта кіреді. Келушілер ұлттық парк аумағында болған кезде келесі іс-әрекеттер жасауға рұқсат етіледі. Ұлттық парк аумағындағы жолдармен және маршруттардың арнайы жолдарымен, көлікпен және салт атпен жүріп өтуге. Туристік маршруттарда экскурсия ұйымдастырушыларының немесе инспектор гидтерінің ұйымдастыруымен туристік жорықтар өткізуге. Су айдындарында моторсыз жүзу құралдарымен жылжуға. Қорықтық күзет режимі бар учаскелердің басқа жерлерде осыған арнайы бөлінген орындарда табиғат пайдаланудың түрлері рұқсат етіледі. Спорттық және экологиялық ағарту іс-шараларын, туристік слеттер, оқу практикаларын өткізуге. Қорықтық күзет режимі бар учаскелердің басқа жерлерде оқу мақсаттары үшін гербарий жинау, топырақ үлгілерін іріктеуге рұқсат етіледі. Келушілерге күзеттің белгіленген аймағына байланысты ұлттық парк аумағында жол берілмейді. Ерекше қорғалатын табиғи аумақты пайдаланған үшін ақы төленгенін растайтын құжаттарсыз парк аумағында болуға, туристік маршруттардан тыс жерлерге кіруге және жүріп өтуге, белгіленген орындардан тыс жерлерге көлік құралдарын қоюға, шатырлар тігуге, арнайы белгіленген орындардан тыс жерлерде от жағуға, ошақ орнатуға, тағам әзірлеуге, тыйым салынған торлар мен құралдармен балық аулауға, жабайы жануарларды үркітуге және қоректендіруге, ұяларды, індерді құмырсқа ілеулерін бүлдіруге, ағаштар мен бұталарды кесуге, сындыруға, зақым келдіруге, рұқсат етілген жинау орындарынан тыс жерлерде ағаш, бұта, шөп өсімдіктерін жинауға және қазып алуға, тарих, мәдениет және археология ескерткіштерін қиратуға және бүлдіруге, парк аумағында орналасқан ақпараттық белгілерін қиратуға және бүлдіруге, ағаш және жартастарға жазулар, суреттер салуға, арнайы бөлінген орындардан басқа жерлерде жабайы өсетін жемістер, саңырауқұлақтар және жидектер жинауға, өз бетімен мал жаюға, шөп жинауға, сүрек дайындауға және басқа да заңсыз орман пайдалануға, тұрмыстық қоқыспен және қалдықпен ластауға, қоршаған ортаға шу шығаратын және басқа да акустикалық құралдарды қолдануға, табиғи кешендер объектілердің сақталуын бұзатын өзге де қызметтерге жол берілмейді. Ұлттық паркке келушілер мен демалушылар парк аумағына кіру ережелерін қатаң сақталуын талап етеміз.